Назым Слям қызы Сесенбайдан төменгі лагерге дейін 20 шақырым. Адамдардың дыбысынан ояндым. Кенже ат ерттеп жүр. Аттарға дыр деп дыбыстағаны естіледі. Басымды көтеріп қарасам, ұйқы қаптың ішіне тығылып алған қыздар қас қатар тізіліп жатыр екен. Бұлаққа беті қолымды жууға бара жатып, кешегі қалжырай шаршағаннан бүгін жүре алар ма екем деп ойладым. Еңкейдім, белім ауырмайды. Тізерлеп бұлаққа қолымды жудым. Тізем де сытырлап тырысып тұрған жоқ. Тастай судан жұтып іштім. Таң атпай айналаны жаңғыртып түшкіруші едім, түшкірмедім. Мұрнымда аңтаң, өзімде аңтаң. Айтпақшы, кеше тесте жүргенім пайдаға асып, жол бойы өкпеде жиналған кәкір-шүкірдің бәрі түскен. Қарағайлы шыршалы ормандар зиянды вирус атаулыны жойып жіберетін табиғи зат бөліп шығарады. Оны ғылыми тілде фитонцидтер деп атайды. Түнде дәрі ішуге шамам келмей, тамақ ішкен соң сеспей қатқанмын. Шіркін, дәрі ішпеген қандай жақсы. Кешке аллергияның дәрісін ішіп алып, таңертең басым мең-зең, меңдуана жеген адамдай отырушы едім. Сергек болып оянғанға не жетсін. Түнімен жөтеліп ұйықтай алмай, біресе мұрнымның бір жағы, біресе екінші жағы бітіп, тұншығып оянушы едім. Мұрныммен дем алғанға не жетсін. Осы менің түсім емес пе? Аттар 4, жоқ 5 болатын, әне 5 ат тұр. Оң жақ мұрным ашық, дем аламын, сол жағынан ауа шығарамын. Танауым Алтайдың кәусар ауасын миыма, тамырларыма тасып тұр. Жоқ, шатасып тұрған жоқ сияқтымын. Қылқан жапырақты орман өкпе ауруын, аллергияны емдеді деген рас шығар. Алдын ала қуанбай бүгінде байқап көрейін. Құдайдың бұйыртқаны қашпас. Таңғы шайды ішіп алған соң, қайтадан жолға шықтық. Менің аяқтарым кешегідей ұран салғызбастан өз-өзінен жүріп кетті. Шаршадым деп сыр бермеді. О, тоба, тізем де сыздамады. Мен ойлағандай табаным күлдіреп ойылмапты. Тек ұлтарақ қайырылып қалып, башпайымды қажаған екен. Мен кеше шынымен ертегі әлемінде жүріппін. Жалпы өзім ертегі әлемінде жүремін ғой. Өзім де ертегінің ішіндегі кейіпкермін. Ертең осыдан мұстау туралы жазған шығармам халықаралық жүлде алып келсе, сол кезде шынымен ертегі болады. Жақсы сөз, жарым ырыс. Мен халықаралық жүлде алуға бек дайынмын. Ынтызарлығым сондай, алдын ала 10 жыл бұрын ақ төпләй мен ақ парша көйлек алып қойғамын. Бірақ көйлек те, төплей де сәннен қалғаны былай тұрсын, тар болып қалғаны бөлек әңгіме. Белім де алдырмай бүкірейген жоқ. Қалимаш әжем сияқты тіп-тік қақшиып алдым. Әжем туралы айтсам тоқтамаймын ау. Қалимаш әжем 104 жасқа келгенше сөзі нық еді. 100-ге келгенше тіп-тік жүрді. Әжеміздің көмектеспеген адамы жоқ. Жақын ба, алыс па, кісі талғамайтын. Кімнің қызы тұрмысқа шықса, ұзатылған қыздың құрақ көрпесін құрап, сырмағын сырып, түскейізін кестелеп беру үшін сол үйде айлап жатушы еді. Әжем басына ақ бөртпе шәлі тағушы еді. Әжем жайлы тағы бірде айтып берермін. Ал қазір осы орманның арасында бір ғажайып барын айтқым келеді. Мұрныма да дәрі тамызбадым. Ас қазаныма да дәрі ішпедім дедім ғой. О, Құдайдың құдіреті, 2 мұрныммен бірдей дем алғаныма қуанып кете бардым. Мұрным бырсылдамай, миыма ауа барып тұру деген қандай керемет. Егер менің миыма үнемі осылай ауа барып тұрса, шөнең баяғыдақ
халықаралық сыйлықты алар еді. Мұрны бітпей, танауының екі қуысы бірдей жұмыс істейтіндер қандай бақытты. Олар неге милары істеп тұрған кезде жаңалықтарды ашып тастамайды екен? Үкіметті басқарып отырғандар екі мұрындарынан да дем алып, миына ауа толық бара ма екен? Әлде мен сияқты 15 жыл базарда тұрып, сауда сатып, аяқтарынан суық өтіп, мұрындарына суық тигізіп алғандар ма? Егер толық ауа барып, ми істеп тұрса, неге оң жүйе жоқ? Олар ұлтын, халқын, жерін толық сезіну үшін байтақ елімді жаяу аралап шығу керек шығар. Өмірінде бір күрек топырақ лақтырып көрмегендер, малдың жанына бармағандар, аймақтарды толық араламағандар, бардың қадірін біліп, жоқтың азабын тартпағандар, кедей болып көрмегендер, өз күшімен байлыққа жетпегендер, уызынан жарып өсіп, ата бабасынан байлықтың дәмін татпағандар, басшы болған соң не оңсын? Құр теория адамды, адамзатты басқаруға мүлдем күші жетпейді. Естіп тұрсыңдар ма, ей қарағайлар? Қарағайлар, бізде адамдар кедей және бай болып бөлінеді. Кедейлер ойлайды, біз қашан бай боламыз деп. Байлар ойлайды, байлығымызды сақтап қалсам, байи түссем деп. Екеуі бір-бірін қуып жете алмайды. Кедейлер оқып, білім алғанда, бір басында жеті өнері болғанда ғана байитындарын түсінбейді. Ал байлар байлығы қолдан сусып шықпас үшін тағы да оқу керегін, тарихты білу керегін, жаңа өмірге бейімделіп, ескі өнермен жаңа білімді қабаттастыра алып жүруді ойламайды. Бай адам осыны ойламай қалған кезде қолынан байлығы шайылып кетеді. Кедейлер де жоқтың ауылына барып қоныстанып алмай, жан жағын жіті қадағалап отыру керек. Саясаттан нең бар, пендем дегендей аяғым тайып кетті. Таяқтан ұстап едім, төмен қарай сырғи құладым. Үстім балшық болды. Пәлсапа соғып келе жатқан адамның балшықта несі бар? Менің үстім балшық емес, менің үстім балшық емес, деп өз-өзімді сендіре, скандинавтардың таяғына сүйеніп, орнымнан тұрдым. Елге кінә артпай, артық сөйлемей, алдыңдағы жолыңды біл. Жолыңды біл, құмырсқа, көзіңе қара, ақ қайың, деді таяғым. Мен үстімді тазалап тұрсам да, үйренген ауыз пәлсапаны айтуды қоймады. Айтсам, менің бірде-бір сөзіме де құлақ аспайтын күйеуіме айтып жатқан жоқпын. Өзімнен асып ақылды болып туған балаларыма айтып жатқан жоқпын. Тікелей эфирде сайрап отырған жоқпын. Дана қарағайларға айтып келемін. Қарағайлар, мен жалпы саясатқа араласпаймын, бірақ мына шөнең ненің не екенін мұрны сезеді. Мәселен, ел басшысы екі жағдайда сайланады. Біреуі сайлау кезінде, екіншісі саяси төңкеріс кезінде. Ел басшысы барды да, жоқты да көріп, ақша мұқтаждығынан шыққан, өз ішінде лидерлік қасиеті айқындалып тұрған кезде сайлауға түсуі керек. Егер ел басқарушы қоғамдық саяси оқиғалар кезінде көзге түсіп, халықтың сөзін сөйлейтін, халықтың жағдайын ойлайтын адам болса, дұрыс басшы болмайды. Ондай жалпақ шеше, басшы, халық баласын қорғап жүргенде мемлекеттің стратегиялық жоспары, мүддесі, мақсаты бытырап кетеді. Басшы сезімге көп берілмеу керек. Әсіресе әйелдердің басшылыққа тағайындалмау себебі де сондықтан. Басшының ең әлсіз жері біреуді аяуы. Қазақта балаңды ая, бірақ аяма деген сөз бар. Неғұрлым жақсы мен жаманды айыра білетін, төзімді, өз күнін өзі көретін етіп үйретсе, сол ел ертең гүлденеді,
тамыры тереңге кетеді. Әй, орманның ортасында қор боп келе жатқан Аристотелем-ай, мына алда озып бара жатқан жастар сенің диуана түріндегі данышпан екеніңді қайдан білсін? Данышпаным-ай, Алматыға барған соң қызыл сөзден кірпіш қалап үй тұрғызайын деп тұрсың ғой, иә? Тұрғыз, көрейік. Осы уақытқа дейін сөзден шаһар тұрғызғандар жоқ. Аузым, айтқан сөзіңді қайтып ал. Ойым, сөздерді жүйелеп құра. Миым, сен есіңді жи. Дегенше болмай бір күш ұшырып түсірді. Неге сөзден шаһар тұрғызғандар жоқ дейсің? Ей, қарағайлар, мына адамды таңып тастап жауап алыңдар. Бұл адам ұлыларға сөз тигізіп келеді. Ашуланбаңыз, тақсыр. Бұл кісі сияқты кемпірлеу келген келіншектер кейде сөзден жаңылып қалатындары бар. Біз бағанадан жанында еріп тыңдап келе жатырмыз. Ойы дұрыс сияқты. Қай жері дұрыс, өзі жауап берсін. Тұрғызыңдар. Мен әлі ойымды айтып бітпеп едім, дат тақсыр. Мен тура мағынада кәдімгі абстракты өмір туралы айтайын дегем. Көп сөйлеп кетпей, алдыңа қара деп өзімді ұрсып келе жатқанмын. Үлкен шаһарларда адамдардың үй ала алмай жүргенін, кейбіреулердің құр босқа сандалып, құр сөйлеп жүріп, маңызды сәттерді жіберіп алып, уақытты өткізіп алып, үйсіз күйсіз жүргенін айтайын дегенмін. Сөз қадірін білмей, не қара басыпты мені? Сөзден шаһар орнатқандар ұлылар, артына сөз қалдырғандар: Аристотель, Әл-Фараби, Абай, Аймауытов, Әуезов, Бөкеев, Дулатов, Жансүгіров, Жұмаділов, Майлин, Мүсірепов, Мақатаев, Мұртаза, Сейфуллин деп алфавитпен тізіп айтып шығайын ба? Бұл ұлылар әдебиет тауында, әдебиет орманында, әдебиет шаһарында мәңгі өмір сүрмек. Рухы азайған жандарға рух беру үшін жаралған ұлы ойшылдар, ерекше жаратылған ірі тұлғалар арттарына сөз қалдырған. Айта түссін, сөзден өзіне дара патшалық тұрғызып кеткен ұлы жазушылар бар. Сондай әдебиет падишахының бірі де бірегейі, Оноре де Бальзак өзі туралы айтқандай, Наполеон қарудың күшімен жаулап ала алмаған елдерді қаламмен жаулап алған. Француздың ұлы жазушысы 19 ғасырдағы француз қоғамын тұтас кітапқа көшіріп, оқырман қауымға көзбен көріп отырғандай етіп суреттеп кетті. Енді сөзі түзеліп қалды, жіберіңдер. Тайып жығылған жерімнен ақырын тұрдым да шығысты бетке алып кете бердім. Сөз деген басқарушы, сөз деген дем беруші, сөз деген мәселелерді шешуші, сөз деген жүрекке от беруші, сөз деген байланыс, қарым-қатынас құралы, сөзсіз өмір бос. Сөз сенің ойың, ойың сенің әрекетің, әрекетің өмірің. Осы орманға келіп қарағайлармен сырласып тұру керек сияқты. Әйтпесе уақыт, жел, қаңбақ күндерді домалатып, алды-артына қаратпай, жәннаттың есігінің алдына әкеліп тастап жатыр. Ұзын сонар кезекте тұрғандар өмірлерінің мәні жайлы ойлануда. Неге мен осы бақытты емеспін, дейді біреуі. Менің арманым орындалмады, дейді тағы бірі. Мен өмірімнің мәнін таба алмадым, дейді тағы бірі. Тіпті кедей болғанына, үйі жоғына, ұрпағы жоғына өкінетіндер бар. Ал адамгершілікті өндіре алмағанына, жүрегінен мейірім сәулесін төкпегендерге, жауыздықтың кен орнын ашып алғандарына өкінетіндер бар ма екен? Менің де уақытым көбінен азына қарай құлдаған ба? Музамды іздеп
көзге көрінбейтін елесті іздеп жүргеніме біраз болды. Бұл мүмкін ішкі энергиямның кеміп кеткен тұстарында энергия ауаны қарпып қалатын сияқты уақыт шығар. Бұл ішіңде жаңа жұмбақ әлем пайда болғанда, жұмбақ патшалықтың тылсым әлеміңнің патшайымы болғың келетін кез шығар. Бұл бір қараңғы түнектің ішінен жарқ еткізіп, алтын сарай ой ордасын көргің келетін мезет шығар. Бұл тек ұлы адамдардың қолдарына кітап ұстап алып, демалып жүретін өре бақшасы шығар. Бұл тек қана ой толқындар толқитын тереңдік деп аталатын теңіз шығар. Бұл тек Тәңіріңмен тілдесетін фатиха жер шығар. Осы уақытқа дейін музым мен оны неліктен іздемедім. Өйткені кәсіп жасадым, ел көрдім, жер көрдім, шетел кәсіпкерлермен жұмыс істедім, оларды зерттедім. Ақша қусам да жарасады, ойын қумадым, желік қумадым, қарағайлар. Түйгенім, әр адам өз кәсібін шығармашылық тұрғыда қарастыра білуі керек. Егер шығармашылық тұрғыда қарастыра алмаса, ол кәсіп оныкі емес, басқа сала таңдау керек. Мәселен, мына таяқты ойлап шығарған адам спорттың осы түрімен айналысқан, тауға шыққан, ойға түскен, мен сияқты жығылған, етпеттеп шалқалап құлаған. Ақырында шаңғының бір таяғын алып жүріп көрген. Екінші күні екінші таяғын алып жүріп көрген. Шаңғының таяғымен жүру өте жеңіл, бірақ тағын бір нәрсе жетіспейді деп, резина түтікшені ұзартатын, қысқартатын, алып жүруге ықшамды ететін тетіктерді қосқан. Жаңалық ашу деген велосипед ойлап табу емес, бұрыннан бар нәрсеге сәл ғана жаңалық енгізу. Қазіргі кезде киімдер, заттар неге тез сәннен қалады? Өйткені заттар ұзақ қолданыста болса, өнеркәсіп дамымайды. Мысалы, биыл киген киіміңді келесі жылы итпен іздеп таппайсың. Неге? Қалтасының жанын, сыдырмасын, жеңінің шетін, жағасын алып тастап, басқа сәндер шығарады. Сәннің өзгеріп тұрғаны кәсіпкерлер үшін өте пайдалы. Кәсіп туралы сөз бастатса, 100 сом беріп қойдыра алмайтынның бірімін. Кәсіп деген жаным ғой. Мені мына өмірдің батпағынан алып шыққан осы кәсіп, мені шыңдап, ақты ақ, қараны қара деп көрсетіп берген кәсіп. Бірақ адам қай жерде тоқтайтынын білу керек десем де, менің тормоз сұйықтығым баяғыда ағып кеткен. Бір нәрсені бастадым ба, мені тоқтату өте қиын. Әр жерде шектеу болған жақсы ғой, ол енді тағы да бөлек әңгіме. Менің муза мұстауыма тіптен қатысы жоқ. Кемпірлеу келген келіншектердің осылай бірді айтып, бірге кететіні өте жаман. Сонда да белдік шығарушыларға өте көп инсайт беріп, жаңа модельдер шығарғанымды, шала пұшық қытайшаммен талай белдік шығартқанымды, қолыма сөз бостандығы тиіп тұрғанда қалай айтпай кетемін. Қазақтың рулары жазылған, ойы өрнек салынған белдіктерді алғаш шығарған мына шөнең. Ой-бой, шама кетіп, жастықты қолдан берген соң несін айтасың? Мына таяқ менің сүйенетін таяғым беді. Үйдің жанындағы тауға жүгіріп шығып, жүгіріп түсіп жүрген қайран жастық. Бәрі бірде осы таяқты ойлап шығарған скандинавтарға, жасап шығарған ханзуларға, жалға берген турбашысына алғыс. Бақыт деген осындай ұсақ түйектерден құралатыны тағы да дәлелденіп жатты. Біреулерге мұрынның бітелуі тіптен де қиындық туғызбас. Біреулер мен сияқты күніне 40 рет түшкірмейді. Біреулер мен сияқты тәтті нан жесе тамағы бітіп қалмайды. Көршісі монша жақса түтініне қақалып, сол күні 2 есе доза дәрі қабылдамайды. Мен уақыт өте келе
өте сезімтал екенімді білдім. Сол сезімталдық бір жағынан басыма бәле болып ауру жасады. Мен табиғи емес заттардан тітіркенуге ұшырадым. Сөйтсем, сәулем-ай, поэзияға буаз екенмін. Бір өлең табайын деп неге жерік екенімді білмей, басқа тілдерді қабылдайын десем, өлеңім соларға тартып кетсе, қайтемін деп қазақтың қара сөзін өлеңін оқи бердім де, уақытым жетіп босандым. Күнім-ай, тапқан қызым қазақша киім киіп өмірге келді. Еміреніп еміздім, сезімнің бесігіне байладым. Ертегідегідей бір айда бір жасқа келді, тұлымшағы желбіреді. Тәй-тәйлап едім, қаздаңдап жүріп кетті. Бір жылда 12-ге толып, мүшелге шығып, екі бұрымына шашпау қадап, ел алдына шықты. 50-ге келіп тапқан қызыма поэзия тілін, мұң тілін, сезім тілін, табиғат тілін, көркем тілді, қуатты тілді, аян тілін, ой тілін, шабыт тілін, ақыл тілін, даналық тілін, дін тілін, құдай тілін, тәңір тілін үйретейін деп келе жатқанымды кімге айтайын? Сендерге айтайын ба, дана қарағайлар? Сендерге айтайын ба, ақылды аққайыңдар? Сендерге айтайын ба, мұң шайған өзендер? Сендерге айтайын ба, тостаған көлдер? Сендерге айтайын ба, бұлт сыймаған аспандар? Сендер естіп тұрсыңдар ма, боз жусан белдер? Бозадыр жондар, қылқалам ұстаған жоталар, гәккулі гүлдер, қобызды қыраттар, ең асыл қасиеттеріңді айтатын кез келді. Асқар Алтай, тарихыңды тастарыңмен бастырсаң, бүгін көмейін ашар кез келді. 50-ге кеп, қыстың ақ қарынан ескетіп, көктемнің аңқыған ауасына жерік болып, өлең қыс тапқанымды ел білмесін деп, басымдағы ақ орамалды желбіретіп, диуанаша киініп, елдің ең соңында келемін. Мен Зұлқарнай ақын емеспін, оған баға беретін де мен емеспін. Мен тек миыма келген сөздерді қағазға түсірушімін. Қазір де дым ойланбастан миымда отырған біреудің сөздерін жазып отырмын. Бұған баяғыдан сана ағымы деп ат қойып, айдар тағып тастаса керек. Жазғытұры 6 ай қыс сірескен тоң еріп, сен қозғалғандай санаңда ой ағымы аға береді. Ол маған сөйлемдерді ежіктеп оқиды. Өйткені мен компьютерға ежіктеп жазамын. Қате кетсе, сол жерде тұрып алады. Сондықтан қате жазбауға тырысамын. Кейде ыдыс жуған кезде, тамақ жасаған кезде жағаласып, не өлең, не әңгіме айтып кететіні бар. Ондайда тез-тез диктофонға жазып аламын. Осы жерде бір істің түйінін шешіп алғым келіп тұр. Ол не десеңіз, ертең Мұстау музымнан не сұрайтыным жайлы сіздерге ойымды ақтарайын. Адам бір түйінді шешу үшін алдымен дұрыс сұрақ қоюы керек екен. Сол сұраққа келетін болсам, мен шынымен ақынмын ба, жазушымын ба? Мен осы ісімді жалғастыра берейін бе, жоқ шатпырақтатпай тоқтатып базарыма қайтайын ба? Әрине, Мұстаудың сөйлейтін ауызы жоқ, бірақ ол маған қалайда белгі беруі керек. Егер мен осы саяхаттан кейін басымда, ойлау жүйемде, бойымда, жүрегімде, сезімімде, жалпы өмірімде бір өзгеріс болып, көңілім неге құласа, сол менің жолым деп білемін. Осы саяхаттан кейін мен шығармашылықтан биіктікті көре алам ба? Ішкі түйсігім не дейді? Осының бәрін таразыға салып, көңіл сүзгісінен өткізуім керек. Егер мен Мұстаудан ішкі жауымды жеңіп, нәпсімнің басын үзіп, шын өзімді тауып, жаныммен сырласып, жүрек қалауымды біліп, өмірімнің мәнін тауып қайтсам, миссиямның орындалғаны
Сондықтан бұл сапардың жүгі ауыр. Сондықтан бұл саяхат жай саяхат емес, шешуші саяхат. Осы бар ғой, көп сөйлеп тым қатты әсірелейтінің жаман. Мұзтауға кім бармай жатыр? Кім бармай жатыр, айтыңдаршы. Ей, дана қарағайлар. Ұйқымнан оянғандай жан жағыма қарадым. Бүгін ертерек шыққандікі ғой деймін, жастар онша асығыс емес. Сол жағымызда ақ бұлқақ сылқылдап, бұрала басып, ақ көйлегін шыбатып келеді. Ақ бұлқақ дегеннің басқа тілде тура аудармасы жоғау. Бұлғаңдап аққан су, бұраңдап аққан су, иректеле аққан су, жай емес, әппақ су. Ақ бұлқақтың атына Сүлей ақын Ақтан ағаның жырларынан ғашықпыз. Атыңнан айналдым ақ бұлқақ, сені көру мен үшін арман еді. Иіліп сәлем беріп, бір жұтым суын ішсем деуші едім, арманыма жеттім. Сенің жұмсақ дауысың, Зүбайра бейнең, ханшайым жүрісің, патшайым үнің, Хадиша күлкің, арда сүтің, жағаңдағы нуың, ақ жүрек ағысың, лағыл толқының, жақұт жағаң, алтын бағаң, сылаңдаған сәнің, жалпақ елге үйреткен өмірдің мәнін ақ бұлқақ, мен сені іздеп келемін. Өмір деген иірімі көп, бұрылысы көп деп үйретіп тұрғандайсың. Өмірдің тереңіне бойлаңдар, таяз болмаңдар деп тұрғандайсың. Жарық дүниеде адалдыққа жететін ештеңе жоқ. Адал болыңдар, ақ болыңдар деп ананың ақ сүтіндей әппақ болып ағып жатырсың. Жасық болмаңдар, өмірге ғашық болыңдар, өр болыңдар деп үйретесің. Сұлулыққа ұмытылыңдар, жатқа сыр алдырмаңдар, елдің көзінен жырақта болыңдар, құпия болыңдар, аспаңдар, таспаңдар, ақылды болыңдар. Атыңнан айналдым ақ бұлқақ, киелі су, мұхиттың бастау бұлағы. Білесің бе, саған екінің бірі келе алмайды, сені көре алмайды, суыңнан іше алмайды. Тек сен асау бұқтырмаға қосылып, арқырай, ертістің құшағында толқып, апта жүріп, ай жүріп, жолда талай елді мекендерді көріп, ұлы ене Лена өзеніне құясың. Сенің мұстау анаңның емшегінен ақ сүт болып бастау алғаныңды мына ай астындағы әлем біле ме? Жылға бұлақ болғаныңды, ойнақтап секіріп алтай әкеңе еркелегеніңді, бұлғақтап шашын өріп сылаңдап, қыз болып бұқтырмаға қосылғаныңды ел біле ме? Бұқтырма текті азамат, сені аптал құшағына алып, бауырына басып, толқынды өмірге құлаш сермеп, ел көзіне түсе бермей, тау-таудың арасында бейбіт өмір бастайсыңдар. Бұқтырма екеуің өз толқындарыңа өздерің тұншығып, бір-біріңді жоғары төмен лақтырып ойнап жүргенде, үлкен өмір ертіске қосылдыңдар. Ертіс дана қария, ақылын айтып, жетектей ұлы ененің қолына табыс еткендей. Сен енді солтүстік мұзды мұхитқа барып құясың. Ақ бұлқақ, сен мұздан жаралып едің, еңку елдерді, бұра белдерді, жоталы жазық жерлерді, баян даланы басып өтіп, мұздықтар мекеніне барасың. Сенің түпкі ата тегің су, ал мұз болу мықтылық пен қайсарлықтың белгісі. Мұздың бетіне күн түссе ғана ериді, ал ұлы мұзтаудың басына ғажайып күш бұлттарды шыр айналдырып, иіріп қояды дейді. Мен сенің бастау алар мұздығыңды көруге бара жатырмын.
Мен де әдебиет есімді алып мұхитқа бұлақ болып құю үшін, шығармашылығымның қайнар көзін табу үшін, шабыт берер музамды сезіну үшін бара жатырмын. Ей, менің музам, өлеңімді өрнектейтін өткір теңеулер отаны, шипалы шөптен жасалған дәрумендер өлкесі, миымды тазалайтын таза ауаның қабаты, асыл текті қарағайлар мен патшайым қайыңдар бақшасы, ұлы бақ, ғажайып бақ. Мен сені көксеп іздеп келемін. Ақбұлқақ, анаңа сәлем жолдашы. Мұстау мені қабылдай ма екен? Мынау ұшқан бұлттардан мен сәлем жолдайын, жатырқамай қабыл алсын. Бір парақ арыз арманымның шекесіне орындалсын деп қол қойып бересің бе? Мұстауды мекен еткен адам ата, Хауа ана. Алдымен Алтайымның айбарын, Мұстауымның айдарын сақтай көрші. Ата бабамнан қалған алтын тау туған жерімді ешкімге бермей, өз қарауыңа ала көр. Сосын табиғатты қорғауға көмектесші, орманды өрттен, шүйгін шөптерді қурап кетуден сақтап бер. Туған жерім менің, тылым менің ғана емес, барлық туған жерінен жырақта жүрген адамзаттың тілеушісі. Туған жер аман тұрғанда ғана адамдардың жүрегі тыныш. Туған жерім жасыл түгіне оранып жатқанда ғана менің жүрегім шошынбайды. Мен Ақбұлқақты жағалай өрлеп келемін. Ақбұлқақ сылаңдап бұрымын артына лақтырады. Маржандай тістерін көрсетіп күледі. Шерлі таудың екі беткейінен аққан, лықсыған сағынышты ертіп келе жатқан бұлақтар, өмірге іңкәр бұлақтар шаштарын талдап өріп отырып, о да айтатын 90 бұлақ саған келіп қосылады екен. Олар қосылған сайын сен есіре түсесің. Тентек қыз болған жақсы ма өзіңе? Қыз болып туғаның рас болса, ибалық сақтасаң етті. Олар саған келіп қосылып жатқан мінездер мен қасиеттер екенін білесің бе? Беткейдегі тау мұздығынан бастау алған бұлақ сіңірелерің жалғыз ақсақ қорқатынын, жазым болып, жұтылып, жоқ боп кететінін біліп, саған қосылып отыр. Саған қосып, үміт артып отырғанда тау әке-шешелері, сен оларға өмірдің қақпақылдары кездессе, қалай ағу керектігін үйрет. Түзу ағамын деп адаспасын. Қазірше жақсы мен жаманның арасынан жол тауып ағатын саған қосылсын. Сен бұқтырмаға күйеуге тиген соңда сіңлілеріңді құрбы ет. Олар желегіңнен ұстар. Сен ертіс екеуің үлкен өмірге аяқ басқанда мәңгі бойжеткен үлбі, сұлу қыздарды жасандырып, үйретіп барып, ұлы көшке ілестірер. Сол жерде қыз бұлақтар толысып, ертістің есті ұлдарына қосылар. Ұлы көш баян белді қақ жарып, солтүстікке тартар. Мен Ақбұлқақты жағалай өрлеп келемін. Кәусар ауаға қанып келемін. Қаланың қайыңдар мен қарағайлары лас ауаға қақалып, жапырақтары ерте түсіп, қарағай шыршалары пәкене тартып, жастайынан шашсыз қалады. Ал Алтайдың қарағайларының бойлары 50-60 метрге жетеді. Мәңгі жасыл өсімдік, қылқан жапырақты ағаш 5-6 ғасыр өмір сүреді. Шіркін-ай, арқа сүйер ұлылардың болғаны қандай жақсы. Ұлылармен мақтана алғаның саған өмірлік жігер береді. Мен Шыңғыс қаған бабаммен мақтанамын. Мен Алтайды жанды сөзбен суреттеген Оралхан ағаммен мақтанамын. Мен бүкіл қазақ атын естімесе де, ұлы Алтайдан бата алған, ару Ақбұлқақтың сырын тыңдаған,
Батыр бұқтырманың суындай тасыған Ақтан ағаммен, Қарасөздің марқасқалары Қалихан ағаммен, Дидахмет ағамен мақтанамын. Мен Алтайыммен, Мұстауыммен, Тарбағатай сауры, Шыңдығатаймен мақтана аламын. Мен жартысын көрші ел тартып алса да, Шабанбай жайлаумен мақтана аламын. Мен егізінің сыңары қатынды іздеп аққан Ақбұлқақпен мақтана аламын. Мен текті аң теңбіл бұғымен, ақ маралмен, құралаймен, қар барысымен мақтана аламын. Мен Алтайда өсетін дана қарағайлармен, қыз жібек қайыңдармен, қырмызы гүлдермен, раушан жоталармен, назым көлдермен мақтанамын. Мен негізі өте бақытты адаммын. Төркінім Алтай, өз елім Алатаудың етегі. Ойласам, екі ортада ұшатын бұлт болып кетемін. Екі ортаға сағынышым самал болып аңқиды, жел болып шалқиды. Тоқта, тоқта, саяхатшы әйел, кемпірлеу келген келіншек, дода болмай орамалыңды жақсылап байла. Сезімге берілмей тура іске көш. Сен экология туралы айтып келе жатыр едің ғой. Иә, қазіргі кездегі атакасыз ауру аллергия экологияның бұзылуынан пайда болады. Қылқан жапырақты орманы, эфир майы, самырсынның шайыры қазіргі қусырылған әлемді жайлаған өкпе ауруына ем. Бір жағынан туған жерме қайтадан ғашық болып келемін. Бір жағынан ем алып келемін, дем алып келемін, саяхаттап келемін. Мақсат тауымды, арман шыңымды, музамды іздеп келемін. Ақбұлқақ, көзің қайнар, жаған орман, ернеуі тас, жоның жұмыр, тамырың бұлақ, жылғаң сырғақ, арнаң асып, күшің тасып, толқының қуаласып, сағаларың шуылдасып, жүрегің дархан, пейілің ақ, көмекейің бүлкіл, көзіңде күлкі, езуің көпіріп, тісіңді көрсетіп, ыржия көп сөйлеп, лепіріп кетесің. Осы тұрысың өзіңе жарасады. Ішіңе бүккен арамдығың жоқ. Ақ, адал, Ақбұлқағым, мені музама ертіп апар. Бұлған қағып, таудың етегін моншақпен жиып, енді бірде өткеліңнен өткен аттың тағасына ұқсап, енді бірде қыздың ернін салып, енді бірде аспандағы бұлтты бейнелеп, енді бірде көктегі алтын зер күнді шағылыстыра қарағайдың ұшына айна түсіріп ағып барасың. Мынау тұсы жолға тым жақын екен. Көктемде тасып, екі езуіңді жинай алмай, ай құлақтана аққан кезде бас бермей, жолдың жағалауын морып кеткенсің-ау. Ақбұлқақтың жағалауындағы жалғыз аяқ жолдан мені басқалар басып оза берді. Үстіне офисқа киетін ақ плаш киген Раушан алға түсті. Белін қынаған ақ плаш өзіне жақсы жарасатын, басқалар сияқты скандинав таяғында ұстамады. Өрел ауылында қонған үйіміздің алдынан бір таяқ тауып алды да, соны таянып келе жатыр. Айтуынша, жаяу жүрумен көптен айналысып жүргендіктен бұл жол дым қиындық туғызбаған. Кеше көлікте отырған кезде, бақыт деген не деген сұрақ қойған кезде, мен үшін бақыт деген сыңарымды табу деген жауабын естігемін. Несі бар? Адам әр жастада сыңарын таба береді. Екінші кетіп бара жатқан Шолпан Раушанның құрбысы. Жаяу жүріс ол үшін түк емес. Бұрын спортпен айналыспаса да намысты қолдан бермей, Раушаннан бір адым қалмай алдыңғы шепте келе жатқандардың бірі. Бақыт деген не деген сұраққа отбасы, бала-шаға деп жауап берді.
Күйеуі жастай қайтыс болыпты. Бала шағасын өсіріп, енді жемісін көремін деген үміті бар. Үшінші топ қатарласып, қалжыңдасып, әңгімелесіп, бір-бірін суретке тартып кетіп бара жатқан топ 4 адамнан құралған. Ақмарал, Жандос, Таня мен Лаура. Олар жаяу жүрумен бұдан бұрын да талай айналысып, әбден жаттыққандар. Бақыт деген не деген сұраққа жастар емес пе өте әсерлі жауап берді. Олардың арттарында орыс қызы Мария мен қазақ жігіт Осман кетіп бара жатты. Сырт қарасаң екеуі ғашықтар сияқты. Егер ғашықтар болмай шықса, аузым айыпты. Әлде мен тауда, таза ауада жүрем деп романтикалық күйге шомып, шалықтап келемін. Қалай болғанда да оны шешетін мен емес. Маған келіп кетер пайда да жоқ. Арасында қазақтың жігіті деп жалаң ұранға салғыштардың бірі екенімді мына ұлы жолда келе жатып жасырмауым керек. Олардың артында біздің турдың бастаушы Олжас пен шашын төбесіне түйіп алған жоқ, алдыңғы жағын түгел қырып, қалған шашын желкесіне түйіп әлде байлап қойған Марат келе жатыр. Марат өзін Омар Хайям санайды, ал мен өзімді кімге теңер екем? Ең арттарында басымда ақ орамалым, арқамда асынған кішкентай рюкзагым, алдымда су салынған сөмке, аяқта керзетік, белімді кенжеке орамалмен буып алып, мен келе жатырмын. Киімдерім қат-қабат, сыртымнан жаңбыр сулық киіп алғанмын. Үстім терме, жаңбырдың суыма ажыратып болмайды. Жалғыз мен емес, бәрінде сондай, бәрі де шылқылдап келеді. Кешке жетіп алған соң ауыстырамыз, дем аламыз. Ертең арасы 5 шақырым Мұстауға барамыз деп ұмытылып келеміз. Мұстау, музым, сені көргенше дегбірім қашты, күт мені. Түсте бір инспекторлық пунктке келіп шай іштік. Туристер кез келген жерге от жақпас үшін ұлттық парк осылай қауіпсіздік шараларын ұйымдастырып қойыпты. Шай ішіп алған соң ұйқың келетін не әдет екен? Жастар ұйықтамайды, жастар шаршамайды. Соғыстың бәріне жастар жіберілетіні де сондықтан. Жастардың миы істеп тұр, жігері жанып тұр. Ол жігерді ешкім де тартып ала алмайды. Кезінде бізде жас болғанбыз, бізде жігерлі болғанбыз. Бірақ не бітірдік? Біздің ата-бабамыз да жас болған, бірақ олардың қолдарында осындай көп мүмкіндіктер болмаған. Ал мен жастық шағымда не бітірдім? Түйтіксіз арманның арқасына жапқан кенеп шапанының етегіне қолымызды сүрткенге мәзбіз. Арманның тесік қалтасынан түсіп қалған ақшадан басыма тәж жасап, үстімізге доллардан көйлек тігіп киіп жүргенде, рухани бұлақтар тартылып, ыңғай бермес тұрмыстық кептелісте тұрып қалған екен. Қаншама адамның рухани бұлақтары тартылып, сорға айналып жатыр. Қанша адам іштен булығып, рухани бұлақтың көзін таппай жатыр. Қанша адам ой теңізінде жүзіп жүргенімен құм жағалауды қарпып қалып жатыр. Қанша адам рухани бұлақ дегендері у қосылған уағыз екенін білмей жатыр. Рухани бұлақтың көзі көркем әңгімеде. Ұлы сатушы арасына жарнама қосып жіберді демеңіздер. Біздің тамырымызды басатын да, босататын да, тамырымызға нәр беретін де көркем әңгіме. Көркем әңгімеде көзің көрмеген бағзы ата-бабаларының генетикалық коды арман қиялы бұғып жатыр. Солардың бір түйір дәні, өміріңнің жалғасы, үзілмеген жұрағаты болып жарық дүниеге келеді. Жүрегіңнің түбіне ертегіні сал, аңызды қондыр, сосын жан жағын мәпелей бересің, кестелеп. Кез келген адам алдымен қарынның тоқтығын ойлары сөзсіз. Табаныңа шөңгел кіріп тұрып, жұлдыз санай алмайсың деген шығыс мақалы бар.
Тек қарын тойған соң ғана адам рухани қорекке зәру екенін түйсінеді. Көкірегінде көзі барлар жан сарайында о бастан руханиятты бірге алып жүреді. Егер сен 40-қа келіп, әлі жас балаша оң солыңды таппай жүрсең, ол сенің кінәң, әлі руханияттанбағаның. Руханияттану еліңнің тарихынан басталады, ұлтыңның салт дәстүрінен басталады. Музейлер мен көрмелерге барып, мәдениеттілікке үйренесің. Әдеби кітап оқып, жақсы кейіпкерге еліктейсің. Текті кейіпкер сенің ішіңдегі рухани ұяңның бір мамығы. Рухани ұяда сен өзіңді мәпелеп өсіресің. Осының бәрін ақбұлқаққа бетімді жуып отырып ойладым. Қос қолдап суын ішкен сайын, ана сүті арқылы тамырыма тарап жатқан күшті сезіндім. Мүмкін бұл күш ішімдегі оянған жігер шығар. Мүмкін бұл күш артта қалмауға тырысқан намыс шығар. Мүмкін бұл күш арманына жеткісі келген мақсат шығар. Ол арасын сүйекке бөліп, жіліктемей-ақ шабан үйрек алдымен ұшар деп жастардың алдарына түсіп, кетіп бара жаттым. Тұман тарап, бұлттар көшіп, аспанда қарбалас сәт басталған. Бұлттар жеңдерімен жастарын сүртіп, ұрттарын томпайтып, көздерін ашып жұмып, арасында мен сияқты мұрындарын тартып, шығысқа қарай жөней берген. Жел бұлттарды алдарына салып, бір шыбықпен айдап келеді. Артта қалған бұлттарға шаштарыңды жинаңдар деп ұрсып келе жатып, арасында жердегі шөптерге де ақыл үйретіп, бастарын қолындағы сақинасымен нұқып-нұқып қояды. Сүмірейіп тұрған шөптер жел тисе қозғалып, бір-біріне мұңдарын шағып, бастарын көтеріп, жан жақтарына қарайды. Қарайды да, батыстан бұлт жөңкіліп келе жатқанын көріп, ертең аспан ашылып, кербес күн сәулесін шашатынын болжайды. Мен болжай алмаймын. Мен басқаға күшімді кетіргім келмейді. Алда ұзақ жол. 6 шақырым жазық. Өрге қарай 6 шақырым бар. Кешегіде артта қалып, өз-өзімді жегідей жегім келмейді. Бастаушымызға кеше ең соңғы адаммен бірге жүріңіз дегенмін. Ол ең соңында жүремін деп отыр. Бұл жаңалыққа біраз болсын қуанып қалдым. Күшім артқандай, сенетін қорған пайда болғандай. Ақбұлқақты жағалап жүріп келеміз. Тамақ ішіп, әлденіп алған адамдарға жаяу жүру не тәйірі десем де, мен тағы да артта қалдым. Алдымда турды бастаушы жігіт келе жатыр. Су құятын 6 литрлік бос 2 торсығы жүрген сайын, мен мұндамын, біз алда келеміз, біз алыста емеспіз деп ескертіп келеді. Торсықтың дауысы бәсеңдеген сайын, Олжастың алға ұзап кеткенін, ұзын аяқтары менімен жүрсе ұйықтап қалатынын ұқтым. Құдай қысқа ширақ берсе қайтемін деп, өзімнің артта қалғанымды Құдайдың арқасына асып, өзім түк күнәсіз қалдым. Жалпы адамдар уақыттарын, жылдарын бекер өткізіп алады да, кейін уақыт алшақтап кеткен соң, бар жауапкершілікті не үкіметтің, не заманның, не басқа біреудің арқасына аса салады. Тек өзі кінәлі емес. Үй-күйі жоқ адамдар, жағдайы жоқ адамдар, шындап келгенде ертерек ес жинамаған, айтқан сөзді елең қылмаған, уақыт алда кетіп, санасы артта қалған адамдар. Әрине, мен өзім артта келе жатып, елге пәлсапа оқымай-ақ қояйын. Бірақ үлкен нәрсе ғадетте кішкентай ұсақ түйектен басталады. Менің артта қалып келе жатқаным физикалық жағдай. Ал өмірде артта қалу осындай физикалық артта қалудан басталады. Сен бір рет артта қаласың, 2 рет артта қаласың. Осылайша елдің артында жүру кәдімгі жағдай болып, бойың үйреніп қалады.
мен қашаннан бері артта қалып жүрмін? Қашаннан бері қатарымның арты болып жүрмін? Ойлап тұрсам, қатарымнан қалмай келе жатыр екенмін. Мәселе қатарластарыңның кімдер екендігінде. Егер қатарластарың ешқандай биікке көтерілмеген адамдар болса, онда әрине алда келе жатасың. Сен алға шығу үшін әлсіздермен емес, мықтылармен жарысуың керек. Мен жастардың алдына шықпай-ақ қояйын. Жастар алда жүрсе, қуана бер қазақ. Ал дәл қазір ой жарыстыратын кез емес. Алдағыларды қуып жет, Назеке. Мен амал таптым. Топ басшыға тоқтай тұр деп айқайладым. Ол күтіп тұрды. Сенің әрбір ізіңді басып отырайын, дедім. Жап-жас жігіттің ізімен жүремін деп әбден шаршадым. Жол бойы таудан ағып жатқан күміс десе, Аллахи биллахи, шынымен күміс бұлақтар кездесті. Олжас та мен де бұлақтардан су ішіп келеміз. Күн шыққан соң ыстықтай бастадым. Спорт костюмымды беліме байлап алдым. Топ басшысынан тағы да қалып қойдым. Ол артына қарап-қарап қойып, менен ұзап бара жатты. Кейде орманға кіріп кетемін. Көзім екеу емес, 10-20 шақты бола жаздап, орманның шетіне шыққанда деп дем алып, дүкендердің төбесінде жазып қоятын өшіп жанатын жазу сияқты, қорқынышым басымнан табаныма, табанымнан басыма шығады. Топ басшымыз көрінбейді. Тағы да кешегідей қуу басталды деп ойладым. Сүт пісірімдей уақыт жазықпен жүріп отырып, тулақтай орманның шетіне іліктім. Ағаш тамырларының ортасына аяғын кіріп, тоқтап қалған су былшылдап, тамырды бассаң аяғың тайып, жығылып тұрып, енді жүре берсең, шалшық жолдан өте алмай, айналып, бұрылып, қайтадан жолға қосыласың. Басыңа 1 грамм да пәлсапа кірмейді. Мына қарағай да адырайып қолдарына шоқпар ұстап тұрған сияқты. Аю кездессе шоқпармен жығып беретіндей төбеңнен төнеді. Адырайған тамырлар аяғыңнан шалып, шалт құлатуға дайын тұрған сияқты. Бұта қарағандар әдейі топталып, сенен бірдеңені жасырып айтып тұрған сияқты. Қарағайдың арасынан алба-жұлба бұлттар көрінеді. Бұлттар төбемнен арқан тастап, мені көтеріп, алда келе жатқандардың жанына апарып қойса ғой. Расында бұл аюдың атам екені. Ой, әңгүдігім-ай, алдыңа қара. Дәл қазір саған аю кездеспесе болды. Алдымнан аю шықпаса болды. Ей Аллам, аюды кездестіре көрме. Ей Аллам, кезбенің кезінен, бәле жалаңнан сақтай көр. Сақтай көр. Келесі жолы жаныма өзім сияқты асықпай, аптықпай жүретіндермен, орманда жалғыз қалдырмайтындармен жүрмесем бар ғой осы. Келесі жолы, аю, көзімді жұм, жата қалсам бекен, дәл алдымда аю тұр. Қоп-қоңыр аюлар, біреу емес бірнешеу. Енді қайттым. Апатайым, әлгі көмекелетіп алатын таяғым қайда? Скандинав па еді? Швейцар таяғым еді? Таяғым қайда? Қолымда екен ғой. Болды, біткен жерім осы деп өлген адамдай жата қалсам бекен? Жоқ, не де болса айқасып өлейін. Келіңдер, аюлар. Қайсын келесіңдер, келіңдер. Неғып аңырайып тұрсыңдар? Аюдың түрі осындай меді? Дәл бұқалар сияқты. Бір кезде мөңіреген дауыс естілді. Көзімді ашып қарасам, аю дегенім жайылып жүрген тайыншалар екен. 100 шақты тайынша торпақтар, тағы біраз жүрген соң жылқылар шықты. Айдалада елсіз жерде жайылып жүрген не деген мал? Әлде менің көзіме шайтан көрініп тұрма? Оңаша кездессе, жын шайтан не бір бейнеге еніп құбылады дегенді естігенім бар. Біреулерінің мүйізі бар. Мына тайынша торпақтар сөйлемей тұрғанда тезірек кетейін.
Басымдағы орамалым жоқ, орамалым қайда? Орамалымды іздеп жүрген кезде мына тайынша деп тұрғаным аюға айналып кетпесін. Орамалым, басымдағы орамалым қайда? Орамалым жоқ болған соң аюлар шайтанға айналып көрініп тұрма? Орамалым әне ағараңдайды. Барсам бекен? Орамалсыз қалай жүремін? Орамалсыз музыма қалай барамын? Осынша жер орамалымның түсіп қалғанында байқамай жүргемін бе? Орамалым бұтаға ілініп қалған жерден тауып келдім. Мен жүріп келемін. Мінекей аяғымды сезіндім. Аяғым өзімдікі, міне тайып кеттім. Жығылған жоқпын, тірімін. Қолымда швейцар жоқ, скандинав таяғы. Мен жүріп келем. 1-2 оң аяқ, 1-2 сол аяқ. Жүгірсем бекен? Аюлар артымнан қуса қайтем. Артыма қарайын. Артымда аюлар жайылып жүр. Тайынша торпақтар жайылып жүр. Халел ағайдың естелігінде тура осы жерден сиырын іздеп жүріп шайтанға кездескенін жазғаны бар. Қазір топ басшысынан сұраймын. Егер олар ешқандай сиыр көрмедік десе ше? Тезірек жүрейін, тезірек аяқтарым, маған қызмет етіңдерші. Қолдарым швейцар, скандинав таяғын жақсылап ұста. Бағанадағыдай аюлар кездесіп қалса, сасып, қорқып қалма. Орман бітіп алаңқай басталды. Анадайдан Ақбұлқақтан өтетін ағаш көпір көрінеді. Жан жағында адам жоқ. Топ басшымыз көз ұшынан қайда жоғалып кетті? Апырмау, үлкен адамды өстіп те тастап кетеді екен ғой. Осы кезде жылағым келді, бірақ жыламадым. Есесіне көздерім алақтап бір орнында тұрмай кетті. Көздерім бәрін байқағысы келіп тұр. Артта қалған аюларды да, аспандағы жалбыр шаш бұлттарды да, едіреген ешкі шыршаларды да, бұраңдаған соқпақ жолды да. Ақбұлқақ оң жағымда менің қорыққанымды мазақтап, сылқылдап күліп бара жатыр. Жол шетіндегі белімнен келетін шөптерге тиіп кетсең болды, көз жастарын ұстай алмайтын көңілшек екендіктерін де байқап келемін. Менің тек байқай алмай келе жатқаным, ана көпірдің ар жағындағы ну орманға кіріп, жым-жылас жоғалған жол серіктерім. Менің көңіліме медет тек көпір. Өзенге барып су іштім, орамалымды жудым. Көпірдің шетіндегі ағашына барып отырдым. Жерлес жазушы Әлібек Асқар ағаның кітабында Сейсенбайға жете бере үйірлі қасқыр бір адамды атымен қосып жеп кетіпті дегенді оқығанмын. Кеше топтанып жүреміз деп келіскенбіз, енді не болды? Көпірдің шетінде отырып жан жаққа көз жібердім. Жауыннан кейін Ақбұлқақ суға бір байып қалған. Ай құлақтанып, өзері мақтанып, жағасын соққылай иіре ағады. Қорыққанға қос көрінген ғой, мені қарашы. Сай саламен жалғыз ағамын деп менің өреккіп басылмай тұрған үрейімді жұтып жатты. Біраз отырған соң ғана телефоннан сағатты қарайын десем, телефон өшіп қалған. Жауыннан кейінгі дала біртүрлі жабырқап тұрған сияқты ма, әлде шынымен кеш батып қалды ма? Енді қайда барамын? Осы көпірден өткен соң 5-6 шақырымдай жер бар деп естігенмін. Қой, ендеше тұрайын, отыра бергенмен болмас. Мені құтқарар топ көрінбейді. Мынау ну орманға кіруге жүрегім де дауаламай тұр. Бағанағы тулақтай шоқ тоғайлар түк емес екен. Мана ораған қалың орман алдымнан келсең кел деп төніп тұр. Менімен келе жатқан жастарды өз балаларыммен салыстырдым. Жоқ, салыстыруға келмеді. Шеңберге сыймады. Аллам, мейірімді ұлдарды, қайырымды келіндерді, кішіпейіл қызды бергеніңе шүкір, шүкір. Осы жерде мені аю жеп кетсе де артымда адал ұрпақ қалдырғаныма ризамын. Елдің қамын ойлап жүрген, өзі шаршаса да түн ұйқысын бөліп, шақырған адамға көмек көрсетуге жүгіріп кететін елгезек үлкен ұлымнан айналдым. Туысқа да, көршіге де, танысқа да, елдің бәріне көмек бергісі келіп тұратын баламнан айналдым.
Мен өмірге ризамын. Артымдағы ұрпағыма ризамын. Балаларына өнеге көрсеткен әкесінен айналдым. Топ бастаған жігіт өзеннің ар жағына шыға келді. Апай, артта қалып қойдыңыз ғой, кеттік, деді. Мені енді жалғыз тастамашы, менің әлім жоқ. Мен сияқты анаң бар ғой. Өрге көтерілер жерде таяғымнан тартып, біраз болса да көмектессең болар еді. Жарайды. Бағанағы мал кімдікі? Айдалада жайылып жүрген не деген мал? Кеше біз қонған үйде тұрады. Иесінің аты Тұрсынхан. Малды қарамай ма? Жанында иесі көрінбеді. Бір жағы тау, бір жағы өткел бермес өзен, кім тиіседі? 10 шақты күнде келіп бір қарап кетеді. Аю жемей ме? Ашық орманда аю болмайды. Аю ағашы қалың жерде кездеседі. Сонда бағанағы жақта аю жоқ қой. Аюмен бетпе-бет кездескен туристер болмады, бірақ аңшылар осы жақтан аюды көп ұстайды. Біздің лагерге жетуіміз үшін қанша уақыт бар? 5-6 шақырым қалды. Өрге қарай жүреміз. Мені жалғыз қалдырмашы, өтінемін, менің алдыма түспе, артымда жүр. Жақсы. Мен алда, топ бастаушы артта келе жатыр. Қалың орман, құстардың дауысы да әр жерден естіледі. Әлде құс болып шырылдап тұрған менің жаным ба? Мүлгіген тыныштықты жарып, біз ғана су толған етіктерімізде салпылдатып келеміз. Әлде мүлгіген тыныштық емес, менің құлағым естімей қалған ба? Бұлақтан өтеміз, мен аяқ басар тастарды, судың тарлау тұсын тұспалдап жатпаймын. Менің оған уақыт кетіргім келмейді. Суды шалп-шұлп етігімді салп-сұлп еткізіп өте шығамын. Қарағайлар бізге едірейе қарайды. Қараса қарай берсін. Ол кімге қарамаған қарағайлар. Қараған бұталар менің жолымды тосады. Қолын созып маған демеу болмақшы. Кіп-кішкентай болып таудай көңілінен айналдым. Ерігіп жатқан ағаштар көлденеңдеп жығылып, демал дегендей жатып алады. Шіркін үстіне отырып алып демалып алса ғой. Аюдың арқасындағы себетте келе жатып, түбіртекке отырма, пирожки жеме дейтін тапқыр қыз бала туралы орыс ертегісі есіме түсіп кетіп, езу тарттым. Мен аюлы ойды арқалап келе жатыр екенмін. Мені ешкім де каторгаға айдап келе жатқан жоқ. Катонқарағайдың каторгаға кеткен, атылып кеткен ер азаматтарының өршіл рухын сезіну үшін мұстауға келе жатқаныңды ұмытып қалған жоқсың ба, айнам? Ұмытпасаң тездет, ренішті көміп кет осы жерге. Айлар бойы Алматыда жатып алып, енді тез жүре алмағаныңа басқалар кінәлі ме? Кінәлі емес болса, адымда. Әлі алда өр тік жер бар, сол жаққа барғанда көмектесемін. Мен кешкі шайға көк бояу тере берейін, сіз алға жүре беріңіз. Бұл топ бастаушының дауысы. Алға қарай жүре беремін. Қалың орманнан, бойы 50 метр шыршалардан басың айналады. Тау да көрінбейді. Ағаштардың арасынан бұлт басқан тоқымдай аспан көрінеді. Артымда қалған топ басшысы қуып жетер деп келемін. Арасында аюды шошытып алмайын деп естілер-естілмес айқайлап қоямын. Ләм-мим. Жолдың екі жақ шеті тұтасқан қара бүлдірген, көздің көруін жақсартып, қарашығының тамырларына нәр береді. Алдымнан тауға қарай қиғаштай өрлеген соқпақ кездесті. Соқпақтың тура басталар тұсында жол екіге айырылған. Қайсысына бастарымды білмей, мәңгіріп біраз тұрдым. Біреуі тік кеткенде, біреуі тіпті басқа жаққа лағып тұр. Не де болса тік жолға шығайын деп, соқпақпен өрлеп, таудың төбесіне шығып келемін. Топ бастаушы көрінбейді. Ол келгенше таудың төбесіне шығып, демалып көрейін. Мына жерден мұстау алақандағыдай көрінеді екен. Не деген әдемі көрініс деп біраз талып отырдым. Уақыт біразға таяғанын ұққан соң ғана орнымнан тұрдым. Әлде мен адасып кеттім бе? Алға қарай жүрдім,
жол тік болса да аса қиындық туғызбады. Таудың үстіне шықсам, апатайым-ай, тағы бір жота жатыр. Қайтейін, осы жотаның артында төменгі лагерь деп еді ғой. Аяғыма тимей безілдеймін. Баяғы қорқыныш па, адасып кеттім деп ойлағанда миым аузыма түсіп кетті. Бір кезде қарағайлардың арасынан ағаштан қиып салынған үйшік көрінді. Жанындағы орындыққа адамдар толып алыпты. Бағана менің артымда келе жатқан жолбасшы солардың ортасында тұр. Сөзімді қор қылмай-ақ қояйын. Сабыр. Көккөл сарқырамасын көргенде аузым ашылып кетті. Бағанағы қорқыныштың бәрін сарқырама жуып шайып тазартып, қорқыныш деген осындай болады деп тұрды. Көккөл сарқырамасы 80 метр жерден жерге шапшып тұр. Топ басшысы маған назарды аудармады. Сөзінде қор қылмады. Осы жерде бұрыннан демалып жатқандармен сөйлесіп тұра берді. Мен судың ар жағындағы үйге беттедім. Мұстауға бір дөкейлер келеді деп апашта құпаш салынған жаңа көпір, сырты кеппеген жаңа үйшік, ортадағы көз ғып қойған ұлттық стильдегі қазақ үйлер, комиссия келсе отырады деп салынған орындықтар бәрі жасандылықтың кейпін киіп, жарамсақтықтың шылапшынын ұстап тұрды. Төбешіктің басында қалқайып тұрған қасқа қарағайдан қиып салған үйге келдім.